Салам алейкум, урметлі серджілер. Студияда Украина хаберлері. Бүгін июнь 9, Жума күні. Украина президенті Петро Порошенко ве Франкистан президенті Эммануэль Макронның күрішігі яқын заманда кечірілежек. Бұны 112 каналының эфирінде тыш ишлер назирі Павло Климкин білдірді. Қайдеткені кебі мемлекетіміз кет-кете НАТО шарқи қанатының қысмы ола. Альянс азалығына таба адымлай. 3 ел içinde Украина муаребеге қабилиетлі ордыны мейданға кетірді ве өз мұстаққылығы, сербестлігі ве қиметлері үшін күрешмеге азыр олғанының таздықлады. Шунын үшін НАТО азалығына лайық, бұндан да ғайры Климкин Русияның визалы режимнің көрсетілмесіне қаршы олмағаныны қайт етті. Назерлік оны амелге кечермеге азыр, ама бұна муайын яқлашу ве нетижесі насыл олажағының тасавыры керек. Бүгін Русия территориясында 3 миллион украинлі бұлына. Русияның Америка Қошма Штатлары салавларына қарышмасы шүбесіздір. Бұны ФБР сабық мұдыры Джеймс Коми Сенатның истихбарат бойынша комитетінің ачық отырымларында білдірді. Бұның еле Коми айтқаны кебі президент Дональд Трамп Кремльнің сайлавларға қарышмасы бойынша тақиқатны тоқтатмаға талап етмеген. ФБР сабық башының сөзлеріне бинайын, америкалылар Москваның қарышуына жидді сүретті янашмақ керек. Әмді бұл меселенің тек демократ яда жүмхуретчілерге дегілді. Бұтын мемлекетке бағлы олғаныны қайт етті. Чүнки четел үкіметті сайлав кетешатына қарышты ве америкалыларының рейберовіне тесір етті дейкоми. Мында ешбір шүбе yok. Русиялер аселеті кебенон 6 сенесінің компанияны вақтында сайлавыларымызға қаршты. Муайен мақсады бар еді. Ғайет зариф шекелде қаршты. Мақсус техник дынтувларны құландылар. Бұл компанияны Русияның юқары елбашчылығы идаре етті. Ве бұттун истихбарат қызметлері бұл фикірдедір. Конгрессінің бұл комитетінің азалары есе истихбарат малюматларыны көргенеді. Телюкели бір вазиет дегіл, бойынды олды. Затен, ве бұл олдық чакерчек хабердір. Невбетсіз ве кяғыт сөрекленуі олмадан. Әнді кемге әвден чықмайып язылмаға мүмкін. Интернет яда кол мерkezінден тиби мойселерінің бұкебі автоматик системасы әнді ярым ел девамында пайтақтың Подол районында чалыша. Оның саясында хаста адамның тиби варақасыны алып бармаға ве әкемлерінің жедвеліні көзетмеге мүмкін. Ислеат аққында Ярослава Гурбик икеяйты. Анна Николаевна экимге мислят верицеплер үшін мұнтизам суретте қатнай. Бұл десті хасталығы бар. Қадын қалып призыны яшады. Қадында шекер севесі юкселген. Астма хасталығына қаршы илежларға мұқтач. Хасталардың қайды туф электрон системасыны пек бегіне. Енді дей экимге түшмеге да қолай олды. Чүнки небетлерде саатлерінен тұрмаға керекмей. Енді онлайн суретте экимге язылмаға ве оны сайламақ мүмкін. Я до кінця не вірила, що вона запрацює. Бу ислятның ішле башладжығына сонуна қадар инанмайыдым. Менің сайтта шақси кабинетім бар. Энді эким хасталанса, я оны денештірселер, онлайн ве регистратураға телефон етіп, я вақыт келе біле жігімні вене заман экимнің олыжығыны сораштыра білем. Нафиле, келмеме күчін. Хелси электрон системасы тибет адамларына да онайтлы. Дей, айлы экимі Татьяна. Энді хастаны қабул етмездені вел оның хасталығының тарихыны огрине біле. Чүнки сайтта еркесінің өз электрон кабинеті бар. Ця система, вона дуже зручна, я вважаю, пересадля. Бу системы илки веля çalışkan пациентлер için онайтлы, экимлер içinde. Чүнки эким хасталарының жедвеліні бақанда, өз бөлігінде оларны білеве қабул етуге евелден азарлана біле. Хасталар электрон системада өз башына кол меркезі яда тиби мойсесінің регистратурасында языла еле. Когда приходит пациент, Хаста адам келгенде оны әкімге евден язылмасы үшін электронлары қана ачамыз. Бізде де языла біле. Мисал үшін, эким хасталанса, хастаға телефон етеміз. Электрон системада енді 30 бин пациент қайды олынды. Шынделік тек бірлемеджі ве екелімджі тиби ярдымына қаплапала. Стаціонари – це плани на наступний рік. Келечексіне планларымызда стационарлар. Системаны әнді Подол ве Оболонь районларында құланалар. Шымды есе Соломенск ве Деснянск районларына кірсетеміз. Елнын сонына қадар бұтын Киевны қаплап алажа қыламыз.
Бу кеби электрон системаларны дөньянын бір сыра мемлекетінде кулланалар. Программанын ишлеп чыгаруында Украина Америка программасына эсасланайды. Bizim системамыздын хусусияты экимлернин бүлүклер боюнча автоматик кыдыруудур. Базар эртесі күні Бүйік Британияның баш назиры Тереза Мэй Лондонда олған терактан сон тоқтатылған сайлау компаниясының ғайрыдан башланмасыны илян етті. Деп білдірі Рейтерс парламент сайлаулары жұма ақшамы июнін 8-сінде кечірілді. Хатырлатам, Британия полициясы Лондонда июнін 4-не кечергежесі терактның мейданға кетерген уджинаятчының шақсыны белгіледі. Амадларыны біраздан білдірмеділер. Беле олғаны кебі бірінде Ирландияда берілген шақы шәдетнемесі тапылған еді. Бұны Дублин хавсызлық күчлеріне сасланып, пресс эссуэйшін ешіре білдіре. Айны вақытта полиция ондан зияды инсанны тұтты. Базар күніне кечергежесі террористлер Лондон көпірінде юрген пиеделеріні мүгедекнен басқан еді. Бұндан сон инсанларға пычақларнен атылған еділер. Еді инсан әляк олды, 48-ы яраланды. Украина ве исвечері визасыз режимнің сәділештірілмесі ве қанунсыз көчув или күреш аққында анлашталар. Бұл анлашманы исвечері тыш ишлер назерлігінің башы Диде Бургхальтер Украина ич ишлер назері Арсен Аваков ве тыш ишлер назері Павло Климкин или музыкере әтті. Украин тыш ишлер назері қайд еткені кебі июнның 10 бірінден мемлекетіміздің ватандашлары исвечеріге биометрик паспортлары или визасыз бара білежек. Ескі весиқаларының сайыплары ечунесе визалар бедава олажак. Якында Диде Бургхальтер Мариупольге барған еді. Анда Донбассның зарар көрген әйлесіне гуманитар ярдымның суның темізленуі үшін 1,5 тоннадан зияды реактив ве $600,000 мегдарында иләжіні берді. Четелде Фрэнк сайлаевчылары парламент сайлауларының бірінші басамағында Эммануэль Макронға қол тұтты. Бұны Фрэнкистан сайтында ашкар етілген мәлімат таздықлай. Рей Беруф июнның учуве дортунде он бір Четел округында кечірілді. Онда миллиондан зияды инсан іштірак етті. Илері Жумхуриет фирқасының намзетлері он округда ғалебе қазанды. Қайдетмек кереке Макронның сияси құветің тек 2016 сенесі тешкіл олынды ве парламентның шымдыки әрканында депутатлары жоқтыр. Намзетлерінің чоқысы саясетті яны адамлардыр. Фрэнкистанда сайлауларының бірінші басамағы июнның 11-інде кечірілежек. Ичтимаи соравларының сон нәтижелеріне көре, Макронның фирқасы парламент сайлауларының бірінші басамағында рейлерінің чоқысыны қазанар. Хизбут Тахрир іші бойынша кечкен инсанларының апис муддетіні 2 айға ұзаттылар. Адлиежі Алексей Ладин алатқаны кебі муддетінің кечкенінден сон қабатланған инсанларының аписте бұлыну вақты 1,5 елны тешкілетір. Ишлерінің бұ кебі тұрынды бұ аписте бұлынуының азами муддеттідір. Оның айтқаны кебі топлашывда Русия махкемеджесі ве қабатлайжы тарафының темселжесіне рет етув білдірілгені еді. Ама махкемеджі адет үзре бұны қабыл етмеді. Хизбут Тахрир Ялта іші бойынша кечкен бірінші дорт инсаны 2016 сенесі февралін 11-інде тұтып алған еділер. Олардан ән белі сойу инсанақлары бойынша контакт группасының азасы Эмирусин Куку. Русия юқары махкемесі Хизбут Тахрир тәшкелиятыны 2003 сенесі ясақлаған ве террористик олып адландырылған 15 тәшкелиятының сарасына кірсеткен еді. Русия Федерациясына қаршы жазаларының лягу етілмесі истиля планларындан вазгечуынден сон олабылер. Бұны Украина баш назиры Владимир Гройсман киберхавсызлыққа меселелері бойынша Америка Қошма Штатлары президентінің кенешчесі Нью-Йоркының сабық башы Рудольф Джулиани еле құрышывынде білдірді. Баш назир Донбасста олған атышлар ақында хабер етті ве Русияге қаршы жазаларының сақланылмасы зарур олғаныны қайт етті. Бұның еле Украина үкіметінің башы күн тәртебінде сақлық сақлау пенсион системаларында ве шақселештіру саасында ислатларының кечірілмесі тұрғаныны қайт етті. Ознев бетінде Джулиани сербестлік ве мұстақылы күрешінде Украинаға Америка Қошма Штатларының юқары елбасшылығы қол тұтқаныны білдірді.
Сербест инсанларның музыкасы юнның 14-ды Михайлов мейданында Open Air 2017 фестивалі кечірілежек. Джаз услюбында кечежек. Чалғыжылар Шопен эсерлеріні ве Украин каламыкаларына ижра етежек. Тәшкілетчіларының фикріне көре концерт Қырымда Русия ишғаліне қаршы күрешкен Украин ватан перверлеріне бірдемлек ве қолтутув тимсалі ола. Хатырлатам, Open Air фестивалі тыш ишлер нәзірлігінің ярдымынен Киевде енді 3-нчі кере кечірілі. Цього року Бусине фестиваліміз. Evvel olğanlarga көре, дада iyi olacak. İntizar ve teşkilat yüksek seviyede. Koktebel Jazz Festival şerigimizdir. Olarның sayısında bizde Ukrainada nam kazangan jazz çalgıcıları olacak. Вся музыка будет сопровождаться неким. Музыкаға ресімлер рефақат етежек. Визуаль. Яни виджи бірде мұнда олачақ ве. Джаз фестивалерінде улғаны кеби әр вақыт импровизация. Украина президенті Петро Порошенко телеканаларда Украин теле контентінің квоталары ақындаки қанунның имзалағаныны білдірді. Бұл бүлдіровны Девлет башы өз Твиттер блогында қалдырды. Майысының 23-інде юқарырада бұл қарарға қол тұтты. Весиқаға бинайын Милли ве Меркези телеканалары эфирінің 75%-ы саба саат 7-ден ақшам саат 10-ға қадар Девлет тілінде олмалы. Региональ телеканаларда эфирінің ярасы Украин тілінде олмалы. Милли азылықлар тіллеріне, шу жүмледен рус тіліне, прайм-таймда 25% ве саат 22-ден саба саат 7-ге қадар сынырсыз вақыт айырыла. Урметлі серджелер, бұл дақиқаға сонки хабері дада чоқ хаберлерінің Укринформ сайтында оқи білесіңіз. UATV өйлі олыңыз. Көрішкенде!